Қасиетті Мәдина қаласындамыз. Алла сіздерге де осы қалаға келуге нәсіп етіп жатса. Мына мешіттің алдында тұрған суларды Меккедегідей емес. Меккеде осылай тұрған сулардың барлығында үстінде немесе шеттерінде зәм-зәм деген жазу болады. Тек қана ішуге арналған деп. Бірақ крандардың бәрі тура осыған ұқсас болады. Оларды да осылай басса су ағады. Бірақ Мәдинадағылар мыналардың бәрі жай қара су. Ішуге арналған қара су. Бірақ зәм-зәм емес. Өйткені бұларда зәм-зәм өзінен шықпайтын болғандықтан Меккеден алдырады. Олар қазір жақына көрсетем. Олардың бәрі пластмас құтыда болады, яғни тек қана мешіттің ішінде ғана. Қазір мешіттің ішінен бос ыдыстарды шығарып қойған. Бұлар осылай көрді. Осылай тұрады. Бұларда яғни Меккедегі осындай құтылар бар. Тура сондай. Зәм-зәм ішкілеріңіз келсе, Мәдинада тек қана осындай құтыдан ішіңіздер. Аналардың бәрі тек таза су, бірақ ішуге арналған қара су. Көбісі шатастырып, зәм-зәм екен деп доқа айтып ішіп жатады. Сұрастырсаңыз, ол қара су болып шығады. Мінекей мына мешіттің іші. Мешіттің ішінде зәм-зәм сулар. Зәм-зәм деп жазылып тұр. Алары мұздай болады, алары жылы. Жылы болғаны жылы емес, енді бөлме температурасы. Аналар суық болады. Осындай әр жерде орналасқан зәм-зәм сулар.